Құранда киелі Құранның үстіндегі билік деп айтылады. Не? Жоқ, ондай болмас. Критерий ол Құран. Бұл жаңа кітап қой. Бұл соңғы аян. Бірақ Құранға сәйкес бұл Мұхаммедке 10-шы сүреде 94-ші аятта айтылған. Егер біз өзіңе түсіргеннен күмәнда болсаң, алдың кітап түсіріліп оқығандардан сұра. Бұл Мұхаммед, егер сен бұл аянға күмәндансаң, Құранға күмәндансаң, алдында келген жазбаларды оқығандардан сұра. Бұл сенің күмәніңді жояды, өйткені сен олардың сәйкес келетінін көресің. Бірақ егер бұл шындыққа сәйкес келмесе, Мұхаммед оның аянының шын мәнінде Құдайдан емес екенін біледі, және бұл шын мәнінде өтірік. Сонымен билік кімде? Құранда да билік киелі кітапта. Сонымен енді не істеуіміз керек? Мұсылмандар не істеу керек? Олар осыны мойындау керек. Сендерде бар кітап бұрмаланған деп айтады. Жақсы, бүгінгі мұсылмандар Құранға қатысты күмәндарын жою үшін бұрмаланған жазбаларға сүйену керек пе сонда? Бұның мағынасы жоқ.